Қостанай облысында 15 ауылда жаңадан салынған медицина мекемесі пайдалануға берілді. Олардың 14-і фельдшерлік акушерлік пункт болса, біреуі дәрігерлік амбулатория. Заман талабына сай жабдықталған жаңа ғимараттар ауыл тұрғындарына сапалы медициналық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Бұрын процедуралардың басым бөлігі аудан орталығында ғана қолжетімді болса, енді жергілікті жерде алуға мүмкіндік бар. Былтыр президент тапсырмасына сәйкес облыс бойынша 25 ауылдық медицина мекемесінің құрылысы басталған. Бір жылдың ішінде соның жартысынан астамы толық салынып, ел игілігіне берілді. Бұнда барлығы бар, қаладағыдай барлық условия, жылы су да бар, компьютерда и кабинетте жеткілікті барлығымызға. Бұрын бізде ескі тар болды амбулаториямыз, шағын өте, жеке кабинеттер болмады. УЗИ кабинет бар бұнда, анда парочный бар, кәдімгі инструменттерді барлығы өңдейтін, сухожоры пеш.